Балам, не салып жатсың? Жүре ғой таңғысың іша ғой. Қазір әйтпесе сабаққа кешігіп қаламыз ғой. Қазір анашым, мына жерін бояй салайыншы. Менің балам не салып жатыр екен? Көріңізші. Вау! Аяз ата! Қандай керемет! Менің қолымнан бар ғой, сондай суретші бала екен ғой, қолдарыңнан сенің. Балапаным менің. Балапаным. Мам, мен үлкен жігіт болдым ғой, балапан деменші. Я? Я, жаным, сен үлкен жігіт болып кетіпсің. Мен тіпті байқамай қалыппын. Балапаным. Мам, олай айтпаңыз дедім ғой. Мына өзі қайтеді. Мен сені қазір бар ғой, мен сені қазір құттықтаймын. Мам, қарным ашты. Жүре ғой. Айтпақшым бар ғой, мен сенің ең жақсы көретін тамағыңды әзірлеп қойдым. Қандай, мам? Барғаннан кейін көресің, жүр. Анашым. Ау, жаным. Айлинге бүгін барасыз ба? Әрине. Мына суретті Айлинге апарып беріңізші. Айлин әлі ақ сауығып кетеді. Аяз ата келіп, менің тілегімді орындайды. Аяз ата сиқырлы таяқшасымен Айлинді емінен құлағын таза айықтырады. Құлына менің. Міндетті түрде апарамын, жүре ғой. Достар, Аяз ата барлық тілектерімізді орындайды ғой. Қандай тілек тілеп жатсыңдар? Біз тілегімізді сендерге айтсақ орындалмай қалады ғой, сондықтан айтпаймыз. Я, сен Аяз ата емессің, ал біз тілегімізді тек Аяз атаға айтамыз. Қыздар, Аяз ата тек ұлдардың ғана тілектерін орындайды екен деп естідім. Сол үшін сендер тілек жазып әуре болмаңдар. Я, солай. Өтірік айтпа, кешегіден апай айтқан ертегіде қыздардың да тілегін орындаған. Айлинка, ол ертегіде ғой, ал шын өмірде тек ұлдардың ғана тілегін орындайды. Сол үшін тілектеріңді бізге айтыңдар. Біз Аяз атаға айтамыз. Бірақ айтамыз ба, айтпаймыз ба, ойланып көреміз. Осыдан айтпай көріңдер, үй тапсырмаларын көрсетпей қоямыз. Аяз атадан бізді оқымысты қылып, қыздарды білімсіз қылшы деп тілейміз. Сосын керісінше бізден көшіретін боласыңдар. Оңбағандар, гері келіңдерші бері. Балалар, бұлар не? Қазір апай көрсе бәрін ұрыс естейсіңдер. Кәнеки орындарына отырыңдар. Али, Аяз атаға тілектерімізді сен жеткізіп берші. Яманалар үшінші болып жатыр. Не үшін? Өздерін Аяз атаны күтпей ұйықтап қаласыңдар ма не? Жоқ, Аяз ата тек ұлдардың ғана тілектерін орындайды екен. Я, дәл солай. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз ба? Мен тілегімді Аяз ата орындаған екен ау. Сен қаяқтан тап болдың? Сен қалай да үйге алып кіруім керек. Бірақ әкем осыны жақтыртпайды ғой. Қош, кеттік үйге. Сезім, тоңазытқыштан жейтін нәрселерді ала қой. Қазір, мам. Ал, балаларым ше қойыңдар, ше. Сезім, біз содан кейін жарай ма? Балам, бүгінгі сабағың қалай болды? Мұғалімдерің, достарың тесіп жатқан жоқ па саған? Жоқ, мама. Мен бүгін ертосты 3 рет жеңдім ғой.
Оя қылдым сол. Мам, мен де бүгін... Айша, сендердің сабақтарың қалай болды? Мама, бүгін мен тақтаға шығып бие салдым. Жаным сол. Ал, қане балаларым, шай ішейік, жарай ма? Жақында жаңа жыл болады. Аяз атаға дайындаған тақпақтарың, өнерлерің бар шығар, иә? Біз не істейміз? Әлде мен билейміз бе? Ауылға барайықшы. Ауылға барамыз ба? Иә. Жарайды. Құрметті Аяз ата, мен өзіме жаңа жылда жаңа отбасы қалаймын. Мені бұл үйде ешкім елемейді, ешкім жақсы көрмейді. Мен үйдің үлкеншісі болған соң, бәрі өзімен өзі жүре береді. Мен бұл үйде ешкім елемейді. Мен тіпті бұл отбасыдағы жоқ адам сияқтымын. Маған жаңа жылда тек жаңа отбасы берші. Менің қалауым тек сол ғана. Мен сенен басқа еш нәрсе тілемеймін. Алло, мам, пап, қашан келесіздер? Анау біздің рейс бір-екі күнге кешігіп жатыр. Одан қалса анау жұмыста көбейіп кетті, балам. Бір-екі күнге кешігеміз біз. Жарайды ма? Анау бұзық болмай ағаңа қарап жүр, жарайды ма? Жарайды, әке. Ақтөре, мектебіңе келдік. Жарайды. Рахмет, Нұртас аға. Сабақтан шыққан сөз мені құлап кетесіз ғой, иә? Жарайды, Ақтөре, уайымдама батырым, сабағың жақсы оқы. Бара ғой, жылдам, кешігіп қалма. Ма, сумкаңды ал. Жақсы, сау бол. Аға, сау болыңыз. Қандай сәттік. Қанекей балалар, бүгін біз болашақта кім боламыз тақырыбында эссе жазамыз. Барлықтарының арман мақсаттарың бар шығар, солай ма? Жоқ апай, бізде арманда мақсат та жоқ. Есесіне бізде тілек бар. Ернұр, түкте күлкілі емес. Сені қазір осы орынсыз қалжының үшін сыныптан шығарып жіберсем де болатын еді. Бірақ бүгін мен көңіл күйім керемет болып тұр. Сондықтан бір жолға кешіріммен қарайын. Кір. Кіруге болады ма? Ақтөре, сенің бұндайың жоқ еді ғой? Аяз атаға түні бойы хат жазып, кешіп қалған ғой апай. Жарайды, орныңа отыра ғой. Апай, бір затымды көлікте ұмытып кеттім. Тағы не болып қалды, Ақтөре? Тездетіп барып келсем болады ма? Жарайды, барып кел. Эссемізді бастаймыз. Апай, сыныпта мысықтың дауысы естілді, мияулап жатыр. Апай, не естіді? Қандай мысық? Балалар, сыныпта ешқандай мысық жоқ, тынышталамыз. Эссемізді жалғастырамыз. Сағаттан отыр дедім ғой. Апай, сыртқа шығып келсем бола ма? Жарайды, бара ғой. Иә. Олар бүгін аэропорттан ұша алмай қалды. Яғни бізде мүмкіндік бар. Бір-ақ күн ғана. Бір ғана күнде үлгеруіміз керек. Түсіндің бе? Бірақ ешкім білмеу керек. Арамызда ғана болсын. Иә, сыйып бар. Білем ақшаның қайда тұрғанын, уайымдама. Я, мекен жайдан өзім алып кетем. Дайын бол. Бастығым-ай, бүгін соңғы рет көрдіңіз ғой мені. Ақтөре, не болды, саған біреу тиісті ме? Жоқ, біздің үйге жүргізуші ағай үйге ұрыққа түскелі жатыр. Содан? Мен өз үйімді қорғау керекпін. Так, сен уайымдама. Біз сабақтан шыққан соң балалармен ақылдасамыз. Сен қазір ешкімге тіс жарма. Рахмет сендегі. Жарайды, жүр сыныпқа.
сабақтан соң сүтке барайық та. Сосын анау не алтын қызыл нені анау Новый годта ше алтын қызыл тағында істейді. Мына төртеуіне не болған? Бүгін тіптен бір-бірінен айырылмайтын болыпты ғой. Соны айтам да. Әлде бүгін Аяз ата келіп тілектерін орындағалы жатыр ма екен, а? Арамлар бізге айтпай қараш бұлар да. Жүріңдер, біздер жандарына барайық. Иә, кеттік. Көрекші не болып атқан. Біз сіз не істейін деп жатсыңдар? Аяз атаға айтатын тілектерінде ақылдасып жатсыңдар ма? Әлде бүгін Аяз атаның келетінін білмей қалды деп ойладыңдар ма? Қыздар, не айтып тұрсыңдар? Аяз атасыңыз? Өтірік білмеген семейдер, біз бәрін білем, сондықтан жасырмай айтыңдар кәне. Қыздар, ренжімеңдер, айта алмаймыз. Аяз атаға түк қатсын. Демек бізде не білдіргенсіңдер ғой? Қазір айтпасыңдар, барлығы Рима апайға айтып беремін. Қыздар, тоқтаңдар. Ақтөренің үйіне ұрылар түскелі жатыр. Не? Жайырақ сөйлесеңдерші. Кеттік, басқа жақта ақылдасамыз. Достар, жүйкіге хабарласайық. Ең дұрысы сол. Мен қазір хабарласам. Саламатсыздар ма? Біздің досымыздың үйіне ұрылар түскелі жатыр. Сіздердің көмектеріңіз қажет. Кешірерсіздер. Алло, саламатсыздар. Мен бағанағы үйіне ұры түскелі жатырған Ақтөренің досымын. Бүгін ұрылар Ақтөренің үйін тонамақшы. Соған сіздердің көмектеріңіз қажет. Алло. Ой, балалар бізді кішкентай деп ойлап жатыр олар. Ойнап хабарласып жатыр деп ойлап жатырған шығар. Жүріңдер, Ақтөре, сүйрейді барақ. Қалғанын сол жақта ақылдасып жатармыз. Тоқта. Онда сендер не бітірмексіңдер? Бізде барамыз, бармасақ бары Рима апайға айтып береміз. Жүріңдер оны. Қуамай шынар. Қуанышқа оратыр ма, тойға оратыр ма? Мәңіз. Ақырын жүріңдер. Барлық бөлмені тексеріп шығайық. Моля, аяу, сендер осы жақты тексеріңдер. Ал қалғанымыз жоғарын тексерейік. Болады, капитан. Онда кеттік мына жаққа. Ақтөре, есікті құлыптадың ба? Қазір құлыптаймын. Так, давайте ұрыларға план құрайық. Кімде қандай идея бар? Мысалы, мен қазанға тұз, бұрыш сеуіп қойдым. Ой, аяу, келген ұрылар тамақ жеп келмейді ғой. Неге жемейді? Тамақтан кім бас тартады дейсің? Онда кел, спор басайық. Сенің қақпаныңа түспесе, сен менің үй тапсырмаларыма 1 жыл бойы көмектесетін боласың. Онда сен? Ұрылар келді. Тығында. Кірсейік. Ішілі аяқ киімімізді шешіп көрмейін жем, зорлыққа. Енді аяқ киіммен кірмейін шерсін, ізі қалады ғой. Дұрыс. Не мұны? Екі түрлі нәскей. Спорт салға барамын деп ойлаған болсайым. Ана бетше. Жаңа жылға бармайын ба артына? Хой, сен де қуасың ба? Егер ұмытып өтмеше. Әшесіл тоқып айтып алсам да. Кіре берейікші бәрі көрміз ба? Жүр. Не болды? Ақ көтекші братым. Не істейсің? Үйде тесік толы көреді, соңғырдан қоп қоям да. Артында сейіп бар деп ойлап қалады. Қуасың ба? Қайтарды аласың ғой. Бірінші мына үйдің сейфін тонап алайық та.
жүр. Үйде ешкім жоқ, біреу келіп қалмасын. Ешкім жоқ. Міне, біздің бастықтың үйі холл осы. Соңар ғой, братан. Ертең үйсіп соғым деп отмын, айтып кетсем. Братан, сорпа ішіп алайық та. Қандай сорпа? Бірінші сейф тон алайық, кейін сорпаға отырғызып сені. Іш. Өз соғалың өзіңе. Не болды? Аш жоғым. Бұл үйдің қатын сөйтіп дайындайды ғой, содан кейін жоламай жоғазын. Айттың ғой, тиме деп. Так, бізге тезірек ешкім жоқтан мына үйді тонап. Не болды сонша қазір? Қотырсың ба? 3 ай болды братан шомылмағанына. Күнде жұмыс ұрлық күні. Сәл шомылу керек еді. Арасында сәл демалып өз-өзіңе қарап көрсек, күнде ұрлыққа түсермін. Бір аптада бір демаламыз ғой біз. Картинаны көрдің ба? Братан. Сен мынаны қара ол іштеңіз. Тоқта, оны кәдіммен саған көрсете. Отыр. Не картина бұл? Бұған осылай байлар құсап қара көрек. Білмеймін әйтеуір солар түсініп, барайда қалай. Бұған байлар бар ғой. Үстеп қарап бірдеме түсініп отырады. Неге? Білмеймін, мынаның бір сыры бар. Бак, қанша болды сағат? Керек емес болды. Қазір мына үйдің баласы келіп қалады. Тез сейфке жетейік. Жүр. Жоғарға. Hazır bak. Ay! Gel. Бұл şey. Кішкентай баланы ұстаймайсың ба? Ой, қолым. Сталдың ба? Сталдыңдар ма? Жүріңдер, тез. Тез. Бар басқа ешкім жоқ па, көріп қайтшы үйді. Балапан, сен көкеңнің қолын қысуға ұялмайсың ба? Ал сіз біреудің үйіне ұрлыққа түсуге ұялмайсыз ба? Сенің әкең бай. Ал маған ақша керек. Сіз тура мен әкем сияқты болуыңыз үшін білім алып, сабақ оқуларыңыз керек еді. Балапан, жап аузыңды, менің мұғалімім ұқсамай. Әйтпесе қазір менен таяқ жейсің. Түсіндің ба? Мына үйде тағы кім бар сендерден басқа? Тез айт. Айтасың ба, айтпайсың ба? Кім бар дедім сендерге? Көзіңнің тастары көңілді баспады. Оппа! Үй деген осындай болу керек қой негізі.
Жібер! Жібер деймін! Жібер! Жібер! Lan qara. Братан! Lan beri bizdiki. Tez. Baydık. Қайттық па? Байқа. Бол. Tez жүр. Братан! Жоқ, картинаны алып алайыншы. Ой, керек емес не қыласың? Керек маған. Буш, тез. Көйіп қалмайды. Алдың ба? Алдым. Онсыз болмайтын бе? Иә. Щегол. Попали. Братан, 7 жыл болсын ба? Бір жерге кіріп шайқа. сотталуға болмайды маған. Егоптан сотталмаған деген қағаз алып келді ғой маған. Попал дейміз. Вариант жоқ. Сезім қараш дұрыс тартып жатырмын ба? Еркем ай, еркелеткен еркем ай, еркелетсең еркемді, еркелетсең екен ай. Мүрік домбыра шертемін қайдан дұрыстап шертеміз? Міне қара былай тартасың. Достар, Аяз атаны кім асыға күтіп жүр? Бәріміз асыға күтіп жүр емес бізбе? Мен жас қойған хаттарым өте көп. Аяз ата сендердің хаттарыңды оқып үлгермеді-ау. Менікі жетіп артылады. Аяз атаға мен бірінші хатымды беремін. Жоқ, ұлдың жолы ол жол, сол үшін мен бірінші берем. Нұрик, мен бірінші, сосын сенен кейін Ернұр, Алинұр. Менде бір идея бар, достар. Қандай? Аяз ата біздің хатымызды ертерек оқып үлгеру үшін Аяз атаны ертерек шақырып алайық. Табылған ақыл. Олай болу үшін не істеуіміз керек, соны ойладыңдар ма өздері? Достар, таптым. Тез ентерек астамай айтыңдаршы. Қысқасы былай жасайық. Шыршаны безендіріп, Аяз атаны шақырып, шыршаны айналайық бәріміз. Яғни біздің досымыз естіп келеді ғой, дәл солай. Біздің үйдегі шыршаның ойыншықтары бар. Ал менде жаңа жылдық маскалар бар. Достар, шыршаны қайтеміз? Мектеп ауласындағы шырша бар емес пе? Кеттік. Кеттік онда. Мұнан бәріне елу керек па? Мұнан бәрініңдер. Қалай елеміз наған? Жігітсіңдер ғой, қалай да өрмелеп ілендер. Мұнаған мен өрмелеп шығамайым ау. Сендерді білмей ау, бірақ мен шықсам мына елка жарамайын деп тұр ғой. Маған да беріңдерші. Ой! Не істеп тұрсыңдар, ей? Ағай, біз шыршаны безендіріп, Аяз атаны шақырғымыз келді. Түсінбедім. Сосын шыршаны безендіріп, айналып, Аяз атаны шақырайын деп отқан дедік. Сіз келіп қалдыңыз. Соны сендер Айыстаға сенесіңдер ма? Біз сенеміз. Айыста деген тек ертегіде ғана болады ғой. Сонда Аяз атаны көру үшін ерте әліне барымыз керек па? Жоқ, ешқайда барудың қажеті жоқ. Айыста деген тек ойдан шығарылған кейіпкер. Шынайы тілегілерің келсе, тек бір Құдайдан ғана сұраңдар. Жарайды ма? Одан қалса кеш болды. Не істеп жүрсіңдер? Сабақ бітіп қалды. Ата-аналарың уайымдап жатқан шығар. Одан қалса қазір сендерді көріп, директор менің басымды кетіреді. Бар, тез қайтыңдар, аналарың жинаңдар. Тез. Ой демей, жүріңдер тез. Ішке апарып орнына қойыңдар. Тез қайтыңдар. Жарайды ма? Жақсы. Ана жаққа барып қойыңдар. Қыздар, қараңдар не тауып алған. Не ол?
Хат қой. Әкеш, мен оқиын. Аяз ата, менің қарындасым емдеп жашы. Сәлемне, Алинұр. Алинұр осы күнге дейін бізге қарындас туралы ештеңе айтқан емес. Көмектесуіміз қажет. Балаларға айтамыз бай. Не жазып тұрсың? Не жазып тұрсың? Сюрприз ба? Қыздар кей. Соған қараңғы безукта қалып кеткен сияқты. Күлкі қылатын уақыт. Тапқан екенсіңдер. Айтсаншы енді, не болып қалды? Али, сенің хатыңды тауып алдық. Не? Кәне, қайдан? Тапқан бойда бермейсіңдер ме? Алинұр, ашуланба, Айлин жазылып кетеді. Достар, сендерге жақсы жаңалығым бар. Достар, Ақтөренің әкесінің үйі құтқарған үшін Ақтөренің әкесі біздің тілектеріміз орындайды. Мынау болса не дұрыс? Тілек тілемейміз бе? Бізде әлі мүмкіндік бар сияқты. Айша, қызым, сезім қайда? Ол әлі сабақтан келген жоқ? Әлі келген жоқ па? Не болып қалды екен, а? Жүрегім тыншымай тұрғаны. Сырт киімді алып келші. Неге? Бірдеңеге ұрынып қалмаса жарар еді. Жүрегім тыншымай тұр. Қызым, сезім. Қызым, сенсің ғой, менің барымда ақылдымсың. Болып қалды, анашым? Ақылдым менің. Қарның ашып қалған жоқ па? Я, қатты ашты. Мен сенің ең жақсы көретін тамағың дайындап қойдым. Қазір барда қолыңды жуып, жылдам асханаға келе ғой. Жарай ма? Жарайды, анашым. Демек, Аяз ата мен хатымды оққан екен ғой. Айлин, мынау саған. Рахмет сендерге. Кәл қызым, мұнда қоя салайын. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. We know the time is short. We blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade. Жаңа жылдағы жаңа өміріңе қош келдіңіз. Бұл не тұрыс? Жүріңдер жаңа жылдық дастарханға барайық. Кеттік.